Енді бір ұл 4 қыз тәрбиелеп отырмын дедім ғой. Бір нәрсеге көңіл бөлем. Қыз қонақ болғаннан кейін қазақтың дәстүрлі тәрбиесінде төрде әже отырса, әженің оң тізесінде қыз отырған. Қазақтың домалақ қана киіз үйінің ішінде бұрыш болмаған, бірақ сол жалғыз бұрыш болса, сол бұрышты қызға берген. Қыздың орны қыздың бұрышы дейді. Мысалға, оң жақта отырған қызым деген сөздер бар, немесе оң жақта отырып қалды деп айтып жатады. Қыз қонақ болғандықтан, қадірлі болғандықтан оң жақтан орын беріп, былайша айтқанда қайтып келмейтіндігінің философиясы өмірден өткен адаммен бірдей көреді екен да. Қазақ қызын құрметтегені сондай, сырттан келген кезде, базардан келген кезде, алдынан ұлы мен қызы қатар шықса, бірінші қызының бетінен сүйген, қызының маңдайынан сүйген, сыйлықты бірінші қызына берген. Себебі қыздың көңілі нәзік, қыздың жолы жіңішке. Қыз бірдеңкеге өкпелеп қалса, ұзақ есінде жүруі мүмкін. Ал ұл бала өкпелеп қалса, ол бір ойнағаннан кейін ұмытып кетуі мүмкін. Сондықтан қызды ренжітіп алмау, қыздың көңіліне қарау деген үлкен нәрсе. Әсіресе әкелерге айтарым. Ұлсыздар ғой, ертең дүниеге қыздарыңыз келсе, қызыңызды еркелетіңіз, қызыңызды құшақтаңыз. Қызыңыз сізге қысылмай келіп, әкешім деп мойныңызға асылатындай болсын. Қыз сізге келіп сырын айтып, әке мен осылай жасадым, дұрыс па? Әке жаңа мынандай қызық болды деп әңгімесін айталсын. Себебі әкесімен сырласқан қыз ертең қылықты келіншек болады. Ертең күйеуінің көңілін аулай алатындай назы бар, қылығы бар келіншекке айналады. Ол кімнен шығады? Әкесіне емін еркін еркелей алған қыздан шығады. Әкесіне емін еркін еркелей алмаған қыз ертең күйеуіне үйреніп, назыменен оның көңілін табам дегенше уақыт өтіп 4-5 балалы болып қалады. Сондықтан қыздарыңызды еркелетіңіздер. Қыздарға оң жақтан еркелету деген ессіздікке апару емес, жаңағы еркелете отырып оны тәрбиелеу, көңіліне қарау, сыйлық беру, оны әрдайым қыз бала. Неге көшедегі жігітпен жүріп кетіп жатады, үйленбейтінін біле тұра? Себебі оны еркелететін ағасы жоқ, сыйлық сыйлайтын әкесі жоқ. Сондықтан көшедегі көрінген көк атты кафеге шақырса, бір сыйлық жасаса, киноға апарса, соған мәз болып, сол нәрсеге деген бойында жетпей жатқан витаминді көшедегі көлденең көк атты жігіттен алуға тырысады. Майк Тайсон деген боксер айтады. О да әлемдік жағдайда көрмеген жоқ, үлкен тәжірибелі жігіт қой. Көшеде бір жалаңаш, жартылай шешінген қыздың кетіп бара жатқанын көрсем дейді. Оның отының басында қызғанышы бүтін, намысы толық еркектің жоқ екенін білем дейді. Қыздың жалаңаш жүруі, аяқ асты болуы, ол қыздың әлсіздігінен емес. Оның отбасындағы әке мен ағаның әлсіздігі болып есептелінеді екен. Әйтпесе қыз деген эмоцияға жақын, әсершіл. Оған әке мен аға, іні мен бауыр, қамқор болып, мейірімге шомылдырып, оны әрдайым қадағалап, назарында ұстамаса, ол ұстағанның қолында, істегеннің аузында кетеді. Сіз оны киноға апарыңыз, сіз оны циркке апарыңыз, сіз оны паркқа апарыңыз, сіз оны қыдыртыңыз, сіз оны қайыққа мінгізіп жүздіртіңіз. Сол кезде ол көшедегі жігіттің қасынан кеудесін көтерген халде, өзінің ар ұятын сақтаған қадірлі қазына ретінде өте шығады. Әйтпесе қаншама менің жарым болшы деп айтуға жүрегің шыдамайтын не бір асыл қыздар көшеде жезөкше болып тұр. Қадірі қашып тұр. Қазақ қызының қадірі бұншалықты қай уақытта қашқан еді. Қазақ алақанда ұстаған аяулы қызы түгілі жесір қаған қызын жылатпаған етін. Қайғы қасіретке малынған қызын уақытында тұрмысқа шығарып, соның көңілін туралауға тырысқан еді. Ал біз оң жақта отырған қызымыз үйде отырып бала табатындай, Алла сақтасын, көшеге шығып, көрінгеннің аяғының астында қалатындай жағдайды ұйымдастырып отырмыз. Қыз баланың құлағы бірден жүрекке байланған екен, еркек сияқты емес. Сондықтан да мына еркектерге әйелін қисық қабырға болса да тәрбиелеудің оңай болатыны, сен оның құлағына керек сөзді, жылы сөзді уақытында айтып отырсаң, қисық қабырғадан жаратылған әйелді сенің жағдайың жасап рахаттандырады. Өйткені оның құлағы жүрекке ең жақын. Біз өкінішке орай сол дайын тұрған құлақтың өзіне ештеңке құймаймыз ғой, уақытысында. Таңертең мақтасақ ойлаймыз сол кешке дейін жетеді деп. Жоқ, әйелді таңертең мақтасаң, түсте мақтайтын өзінің портысы болады. Кешке мақтайтын портысы болады өзінің. Сенің таңертең айтқан жылы сөзің кешке дейін жетпейді, бауырларым. Әйел адамды алақанда ұстау деген, оған жылы сөзің мен мейіріміңді керек кезінде дәл уақытысында
көрсете білу. Соның біріншісі құлағынан арқылы жүрегіне жылы сөз ұялату. Ал сол құлаққа көшедегі бөтен еркек отырған кезде не болады? Зина болады, ықылас болады, разврат болады, не деген жамандықтар болады, не деген аяулы алтын отбасын ұстап отырған әйелдің өзі неге жамандыққа түсіп кетеді? Себебі оның жүрегіне тікелей жалғанған әлсіз құлағына бөтен еркектің отыруына біз мүмкіншілік беріп қойып жатырмыз. Алла содан сақтасын. Мен бұл сөзді айтып отырғаным отбасындағы өз қыздарыма да айтатын сөзім осы болғандықтан сіздерге ұялмай айтып отырмын.